Құрметті оқырман, бүгін сізбен онлайн таймерді қарастыратын боламыз. Сізбен бірге Күлән Бейсенбай қызы. Сонымен онлайн таймер бізге не үшін қажет? Сабақтың барысында уақытты біріншіден үнемдеу үшін. Екіншіден, уақытқа сөйлеп үйренген оқушы өз ойын нақты, қысқа, нұсқа жеткізуге дағдыланады. Сонымен Google-ды ашамыз. Онлайн таймер деп тұр менде. Онлайн таймер деп жазасыз. Орысша жазсаңыз да осы шығады. Және ол онлайн таймердің түрлері көп. Басқа біздің телефонымыздағы, смартфондардағы таймердің ерекшелігі экранда көрініп тұрады. Және жаңағы минуттың, секундтың азайғанын оқушылар өз көздерімен көріп отырады. Мысалы, онлайн таймер with alarm деп тұр, яғни дауыспен деген сөз. Мына жерде 1:30 деп тұр, біз оны түзете аламыз. Мына edit дегенді басып. Мына бірінші тұрғаны ол сағат, екінші тұрғаны минут, үшіншісі секунд. Сонымен 1 минутты біз мысалы өзгертейік, 2 минутқа өзгертейік, және 30 секунд емес, 00 деп қояйық. Енді дауысын таңдайық. Дауыс мына жерде non деп тұрса, яғни дауыс жоқ деген сөз, бірақ дауыспен таңдаған дұрыс. Мысалы, мына жерде телефонның дауысын таңдап көрейік қазір. Осындай дауыс шығады. Дан дегенді басамыз. Сонымен біздің таймеріміз дайын. Енді оқушыларға тапсырманы беріп, кім сөйлейтінін анықтағаннан кейін старт дегенді басамыз. Старт. Міне көріп отырғаныңыздай уақыт кемей береді. Және осы уақыттың аралығында, мысалы, мәтінді мазмұндап, немесе өзінің ойын айтып үлгеру керек. Яғни бұл жұппен, топпен жұмыс жасағанда, тіпті жеке бір мәтінді мазмұндау немесе ойын айтатын кезде де қолданса өте ыңғайлы. Сонымен сізге сәттілік тілеймін. Егер осы ақпарат пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше.